Қазақтардың турнирі міне. Бронежилет, қазақша сауыт дейді ғой. Қандай кофе ішесіз? Бізге көп төлейді, бонустар бар өзінің. Міне бильярд ойнайтын қыздар келді. Жылына $1 көтеріледі. Яғни ол жақтағы менің рөлім, әдетте демалыс күндері осы жаққа келіп кино көреміз. Керемет, керемет. Иә. Бильярд тегін. Бильярд тегін, қолында құжаты жоқ, жаңа тур визамен немесе оқу визасымен келетін кісілерге айтарым. Армысыз ағайын. Соңғы кездерде маған Америкада қазақтар немен айналысады, қазақтар туралы видео түсірші, қазақтардың айлықтары қанша, әртүрлі жұмыс жасайтындардың табыстары туралы айтшы деген сұраныс көбейді. Сол сұраныстың көбейгеніне байланысты Бекзат деген жігітпен кездеспекпін. Енді қазір интервьюде Бекзат өзінің қайдан келгенін, не жұмыс істейтінін және қанша ақша табатынын барлығын жасырмай айтып береді деп ойлаймын. Осы сияқты контентті көбірек көргілеріңіз келсе, яғни осындағы қазақтар туралы, қазақтардың өмірі туралы, онда каналға жазылып, астындағы комментарийға жазып қойсаңыздар, қандай мамандық иелерін көргілеріңіз келеді. Мысалы, тамақтасушы ма, жоғында Uber, таксист па, жоқ әлде машина жуушы, әртүрлі. Мен сол салада жұмыс істейтін өзіміздің қазақ бауырларды тауып, солардан интервью алуға тырысам. Ал кеттік онда Бекзаттың үйіне. Бисмилля. Бекзат бізді күтіп ал. Міне, бисмилля деп Бекзаттың да үйіне келіп қалдық. Міне мына апартмент комплекс, яғни мына 3 этаж үйлер, жаңа үйлер. Бекзат осы үйлердің біреуінде тұрады. Мынау Бекзаттардың офистары, яғни әр апартмент осындай комплекстің өзінің қонақтарды күтіп алатын үйлері болады. Мында міне Бекзаттың өзі де тұрған сияқты. Бекзат міне қол қойып бізді күтіп тұр. Ал енді Бекзатқа амандасайық. Бекзат, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жағдай жақсы ма? Рахмет, қалай? Аман есенсіңдер ма? Бәрі жақсы. Денсаулық жақсы ма? Ұйқың қанды ма? Ұйқы ғой. Бекзат, мына енді тамаша екен. Мына комплекстерің. Бірінші енді көрермендерге тур жасап жіберсеш, енді Қазақстанға бізге енді қызықтау ғой. Қазақтардың тұратын жерлері қандай деп. Менің өзіме де қызық болып тұр. Алдында әрине келдік қой, қонақ болдық. Менің есімде анау жерде міне шашлық жегенбіз біз. Сен шашлық жасап шақырған кезде, міне мына жерде. Кәне, енді бастап жібер енді. Бұл Денвер қаласы, Шарлоттан 30 минуттық жерде орналасқан. Мынау артымызда тұрған бір комплекс, бұл бізде клабхаус деп аталады. Біз оны өзіміз офис дейміз, немесе Қазақстандағындай КСК десе болады. О, қандай тамаша. Міне мұнда бассейн, жататын жерлері бар. Бұның бәрі тегін, яғни біздің төлейтін ақшамыздың ішіне кіреді. Бекзат, көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Мынау енді біздің уақыт бөліп каналға, мына біздің жазылушыларға, достарымызға, туысқандарға осындай Америка туралы, өзіңнің істейтін ісің туралы сұхбат беруге келіскеніңе рахмет. Ал енді біраз өзің жайлы айтып өтсең, қайдан келдің, қашан келдің? Ассалаумағалейкум, барша Айбек ағаның көрермендері, оқырмандары. Есімім Бекзат болады. Өзім Қазақстанның Жамбыл өлкесі, Тараз қаласының тумасымын. 2022 жылы қарашаның 6 күні мен Американың топырағына аяқ бастым. Қараша, ноябрь ғой. Содан 2 ай Нью-Йорк қаласында тұрдым. Сөйтіп, Нью-Йорк қаласынан қаңтардың 1 күні осы жаққа көшіп келдік. Сонда келгеніңе әлі 1 жыл болған жоқ қой, иә? Келгеніме жақында 1 жыл болды. Өзі, не үшін келдің, қалай келдің өзі, жалпы? Қандай визамен келдің? Мен грин-картамен келдім, грин-карта ұтып алдым, яғни 2020 жылы бүкіл отбасымызға грин-карта тапсырғанбыз. Аллаға шүкір, ағам екеумізге шықты. Бірінші мәрте тапсырғанбыз. Бұл аяғынан қатыспағанбыз, сол бірінші мәрте қатысып, бірінші мәртеден ұтып кеттік. Туған ағаң? Туған ағам. Бір үйден 2 адам ба? 1 жылда шықты. Иә. Міне көрермендер, көрдіңіздер ме? Мүмкін емес нәрсе жоқ. Иә. Бірақ өкінішке орай менің ата-анама, қарындасыма шықпады. Ал енді реакциясы базар жоқ екен. Енді сұрақ, мысалы, грин-карта туралы.
өзің тапсырдың ба жоқ әлде біреу көмектесті ма тапсыруға? Одан кейін тапсыру туралы өзі қайдан естідің? Жалпы біздің қазақ қоғамында бұл грин картаны көп адам біле бермейді да. Енді көтерілді. Осы тақырып жаңадан айтып жүр ғой. Әсіресе мына қазақ тілді ортада. Енді орыс тілділер ертеректе білген. Соны сен қаяқтан естідің? Шынын айтқанда, Инстаграмды ақтарып отқанда, қолым бос уақытта, сонымен біреудің парақшасынан грин картаға өтініш толтыру басталды, толтырыңыздар деп бір кісі шықты, есімде жоқ кім екен. Сол кісіден көріп, ойлана бастадым, грин карта жайлы іздене бастадым. Бұл не екен, қалай екен, талаптар қандай. Сонымен онда тұрған қиын ештеңе жоқ екен, яғни қатысу тегін. Жоғалтарым болмағаннан кейін бір аға деп сыйлайтын кісі бар етін, есімі Дәулет болады. Қазір осы видеоны қолдана отырып, сол кісіге алғыс айтқым келеді. Ол кісі бізге бастан аяқ көмектескен сол кісі. Мұнда отырып, яғни ана жақтағындай, отырып телевизор көрсеңіздер болады. Әңгіме дүкен құрсаңыздар да болады. Мұнда камин, қазір істеп тұрған жоқ, кешкі уақыттарда жасайды әдетте. Күшті. Мына жақтан біз қазір клабхаустың ішіне кіреміз. Сонда клабхаус бүгін жексенбі болса да ашық бола бере ма? 24-те 7 істейді. Ешқашан жабылмайды бұл. Көп жерлерде жексенбі күндері менің білуімше жауып тастайды. Көріп тұрғандай, мұнда салқын, таза және өте ыңғайлы, керекті бүкіл саймандардың бәрі бар. Самолетқа міндіңдер, ұшып келе жатсыңдар. Қандай ой болды? Қандай план болды? Америкаға кіріп келе жатқан кезде қорқыныш болды ма? Үрей, қайда барамын деген. Мен өзім Қытайда оқығаннан кейін, сыртта өмір сүріп үйреніп қалғаннан кейін, ондай қатты қорқыныш болған жоқ. Бармас бұрын бүкіл қазақ чаттарына жаздым, кім көмектесе алады, қалай бағыт бағдар бере алады деп сөйтіп бір жігітпен таныстым, есімі Айдын болады. Қазір Нью-Йоркта тұрып жатыр. Сол жігіт бізге үй табуға көмектесті. Бір күннен кейін сол Айдын деген жігіт маған жұмыс тауып береді. Ал енді келген кезде қолында қанша ақша болды құпия болмаса? Көп ақшамен келдің бе? Себебі бізде көп адамдар жазады, қанша ақшамен келеміз, Америкаға қанша ақша алып келсек болады дейді. Ол сұраққа жауап беру қиын да. Өйткені әр адамның аппетит дейді ғой, жейтін тамақ әртүрлі, әр адамның өмір сүру стандарты да әртүрлі ғой. Біреу бір бөлменің төсегіне ұйықтағысы келеді, біреу Манхэттендағы қонақ үйге барғысы келеді. Мысалы өзің жеке, мысалы қанша ақшамен келдің? Ешкімге құпия емес. Шынын айтқанда бізде 3 мыңнан аса доллар болған. Екі адамға? Екі адамға. Біз тұратын жермен бір бөлме жалдағанбыз, келісіп қойғанбыз. 2000 долларды бірден сол жаққа бердік. Депозиті 1000 доллар. Тұратын жерімізге өзіне 1000 доллар бердік. Қолымызда енді жұмыс тапқанға дейін өмір сүруге 1000 доллар қалды. 1000 доллар қалды екі адамға? Екі адамға. Сонымен сол жаңа айтып жатқан Құдайдың көмегі шығар деген келдім, бір күннен кейін жұмысқа шығып кеттім. Бір күннен кейін не жұмыс істедің? Мен сауда орталығында сатушы болып тұрдым, кассир. Сатушы болды. Ағылшын тілін керек болмады ма ол жерде? Ағылшын тілі қатты бір деңгей қажет жоқ. Яғни бағасын айтып, түсіндіріп, не нәрсе екенін түсіндіріп берсе, сол жеткілікті. Ары қарай біздің бөлме йога бөлмесіне жалғасады. Қарасаңыздар. Мұнда да қыздарға немесе билегенге жақсы. Жаттығу жасайтын құрылғылары бар. Қыздар емес, мына жақта жігіттер де кіре берсе? Жігіттер де кіре берсе болады. Әртүрлі биге, басқаға өте тамаша екен ғой мына жер. Мұнда біздің Қазақстанда тиын салып фильтр су алатын жеріміз мына жақта тегін. Мына жақтан былай да ішсе де болады, мына жаққа бөтелкені қойып толтырып алса да болады. Таза су, фильтрлі су. Таза фильтрден шыққан су. Ар жақта біздің кімдер офисында жұмыс істейтін, яғни сіздерге түсінікті тілмен КСК-ның адамдар жұмыс істейді. Осы комплексті басқаратын адамдар ғой енді? Комплекс басқаратын адамдар осы жаққа тәртібінде қарап отырады, немесе сұрақтарға жауап беріп отырады. Сенбі жексенбі күндері олар жұмыс жасамайды. Бүгін жексенбі ғой. Ал енді бірінші жұмысында сатушы деп отырсың ғой, қанша ақша төледі олар? Сағатына басында 13 доллар төлеген. 2 аптадан кейін жақсы жұмыс істеуімді көріп 15 доллар көтерді. Сағатына 15 доллар. Сағатына 15 доллар төледі. Мен бұл жерде официально жұмыс жасаған жоқпын. Неге Нью-Йоркта тұрақтадым, сол
осылай заңсыз, яғни кэш дейді ғой, ол жақта кэшқа жұмыс жасап, документтерім, құжаттарым жасалуын күттім. Келіп, жаңа 1-2 ай өтті. 1-2 айдан кейін Нью-Йорктан кетуге не себеп болды? Ең біріншісі, ол қымбатшылық. Нью-Йорк әлемдегі ең қымбат қалалардың бірі. Екінші себеп, жұмыстың, мен тілім, ағылшын тілі деңгейім нашар болғандықтан, жақсы жұмыс тауып кету басында қиын болды. Бұл штатта арзан, яғни бұл жақтағы айлығымыз Нью-Йорктан сәл ғана көбірек десем болады, бірақ өмір арзан, қолға ақша жинауға болады. Тамаша. Ал енді айлық туралы сөз болды ғой. Қазір немен айналысасың? Мына жақта қай жерде жұмыс істейсің? Мен Линкольн деген бізден жарты сағаттық жерде бір шағын қала бар. Сол Линкольн деген қалада бронежилет, қазақша сауыт дейді ғой. Сауыт шығаратын, сауыт шығаруға жартылай өнім дайындайтын зауытта жасаймын. Яғни ол жақтағы менің рөлім, мен конвейер болса, конвейердің бастан аяқ соны басқарып қарап отырам. Яғни бір автоматтық механизм айналып тұрады, жүріп жатады, соны тек қана қадағалап, яғни machine operator, ағылшынша оператор ғой, не бойынша айтқанда, қазақ тілінде айтқанда оператор болады. Оператор болып жұмыс жасап жатыр. Яғни бронежилет тігетін материал, иә? Жартылай дайын өнім шығарады ол завод. Керемет. Ал енді ол заводта жұмыс істеу қиын ба? Бізде 4 ауысым бар. Түнгі 2, күндізгі 2. Мен түнгісінде жұмыс жасаймын. Түнде, яғни түнде жұмыс жасасаң, 2 күн істеп, 2 күн демаласың. 3 күн істеп, 3 күн демаласың, осылай графигіңіз ауысып тұрады. Жұмыс кестеңіз ауысып тұрады. Сонымен, бірақ овертайм алсаңыз болады. Овертайм деген, яғни подработка ғой. Артық жұмыс жасап, үстінен айлығыңызды көбейтуге болады. Яғни 2 күн емес, яғни демалатын күндеріңізде жұмысқа шықсаңыз болады. Яғни ол енді өзіңіздің қалауымен. Өз қалауыңызбен, өзіңіздің жағдайыңызға қарай. Ал енді мысалы 2 күн істеп 2 күн демалады дегенде 2 күннің 1 күні қанша сағат? 12 сағат. Сонда 12 сағат жұмыс істегеннен кейін 12 сағат демалыс па? 12 сағат жұмыс істегеннен кейін 12 сағат демалыс, одан кейін келесі 12 сағат жұмыс. Келесі 12 сағат жұмыс. Сөйтіп одан кейін 2 күн демалыс болады. 2 күн демалыс болады. Мысалы, мен жаңа естідім, түнгі және күндізгі деп. Мысалы, екеуінде мысалы айырмашылық бар ма айлығында? Әдеттегі күндізгі ауысымда жұмыс жасайтын кісілер $15 тапса, біз $18 табамыз. Яғни $3 сол түнгі жұмыста жасағанымыз үшін төленеді артық. Бұл $18 төленіп жатыр. Кіргенде қанша еді? Мысалы, сен кіргелі 1 жыл болған жоқ әлі, иә? Сонда 18-бен кірдің ба? 18-бен кірдім. Содан бүкіл емтихандарды тапсырып шыққаннан кейін, машинаны бастан аяқ өзім жүргізуді үйренгеннен кейін $1 көтерілді. Қазір $19 табамын сағатына. Енді қаншалықты өсіретін сияқты олар? Жылына $1 көтеріледі айлығым. Жылына $1 қосып отырады, иә? Мысалы, алла бұйырса, енді $20 болады сағатына. Бұйырса, келесі жылы $20 болады. Жақсы, $20-дан болса, $200-дан жоғары сонда, иә? Бір сменға кіріп шыққаның. $200-дан жоғары. $240. $240-дай. Овертайм деп айттың ғой жаңа. Төлейтін ақшасының айырмашылығы бар ма? Бізге көп төлейді, бонустар бар өзінің. Яғни біз бір овертаймға шыққанымыз үшін, яғни $300-дан аса ақша аламыз. Мәссаған. Бір овертаймға? Бір овертаймға. Сондықтан біз барынша овертайм санын арттыруға тырысамыз. Керемет қой. Мысалы, сол күнгі алатын ақшаң сенікі мысалы күніне өзіңнің графигіңмен шыққанда $240 алатын болсаң, овертаймға шыққан күні 300-ден асып кетеді. 300-ден асып кетеді. Өйткені сен нормадан артық істеп жатқаның үшін. Керемет. Ең ұнататын жеріміз, сүйікті жеріміз. Яғни мына жақта бильярд бар. Мұнда тегін Starbucks'ың кофелері бар. Яғни қанша ішсеңіз де өзіңіз білесіз. Ішінде бірнеше кофенің түрі бар. Мұнда телевизор. Керекті әніңізді қоссаңыз, немесе керекті киноларыңызды көрсеңіз болады. Біз әдетте демалыс күндері осы жаққа келіп кино көреміз. Керемет. Бильярд тегін.
Бильярд тегін, Сол ол ақшаға жақта кіреді. қазақ жігіттермен жиналып бильярд ойнап тұрамыз, кофе ішіп. Қандай кофе ішесіз? Латте ішейін. Латте? Ванила латте қоя берейін ба? Иә, ванила бола берсін, иә. Міне, кофеміз де келді. Иә, Дайын міне болды. осы нарықтан алып Иә, жаба саласыздар. Керекті жұмысқа баратқанда жауып кете берсеңіздер болады. рахмет. Мына жақта не бар енді? Мына жақта біздің, яғни осы тұрып жатқан мекемедегі адамдардың барлығына тегін қолданатын компьютерлер бар интернетмен. Осы тұрғындардың. Иә, осы тұрғындардың яғни. Сенің айлығың мен кірісің мен табысың сәйкес па? Осы жұмысың мысалы өзің көңіліңе тола ма? Енді қарасаң, келгеніңе бір-ақ жыл болған, жаңадан келген иммигрантсың. Қазір аяққа тұрдым деп есептей аласың ба өзіңді? Бір жылда. Иә, аяққа тұрып жатырмыз. Аяққа тұрдым. Бұл қазіргі жұмысымна төлейтін ақша, ол Америка бойынша орта табыстан жоғары айлық. Бұл өте жақсы. Алғаш келген адамдарға өте жақсы айлық. Егер тағы да дамимын десең, немесе өзіңді көрсетсең, карьераң рост болады. Өйткені көп естиміз, мысалы, шетелге кеткен адамдар барады да дәретхана жуудан бастайды екен, барады екен де жаңағы не дейді, тазалықшыдан бастайды дейді. Мысалы өзіңмен сөйлесіп отырмыз, келгеніңе бір жыл болмаған, дәретханада жуған жоқсың, тазалықта істеген жоқсың, Аллаға шүкір, бір-екі ай сауда істеген шығарсың, одан кейін заводқа кіріп кеттің, иә? Сонда бұл мүмкін нәрсе ғой енді. Жолыма жақсы адамдар келісті деп ойлаймын. Құдайдың көмегі болған шығар деп ойлаймын. Соның арқасында осы жаққа осындай жұмыс табуға бізге мүмкіндік туды. Керемет. Алдағы бір жылға, алдағы 5 жылға жоспарың қандай? Алдағы бір жылға осы отбасымды толықтай Америкаға еліне, ақш еліне көшіріп алуға әрекет жасау. Оны жасап жатырмын. Алдағы 5 жылға осы жақта үй алып, бұдан да жақсы деңгейдегі жұмыс тауып, ақшамды жинап, Қазақстанда өзімнің кәсібімді ашсам деймін. Менің бұл сөзден түсінгенім, сен қазір Америкада аяққа тұрып, ақша алып, сол ақшаны Қазақстанның экономикасына салмақшысың. Сол жақта бизнес ашсаң, яғни елде қыз-жігіттер жұмыс табады. Солай деп айтсақ болады. Өте тамаша. Сөздерді естіп қалам, яғни адамдар айтып жатады, шетелге кеткендердің, мысалы, елден кетті, олардың пайдасы жоқ дейді. Мысалы, мына сөз соларға қарсы аргумент. Иә, әрине, ол біздің Қазақстаннан кетті дегенде, сол үрім бұттағымен кетіп, сол жақта қалып қалды деген сөз емес. Бұл жаққа келіп, бұл дамыған ел, әлемде бойынша нөмір бірінші экономика. Бүкіл инновацияның барлығы, технологияның барлығы осы жақтан шығып жатыр. Мойындау керек. Соның бәрін неге алмасқа? Неге Қазақстанға жібермеске? Неге біз қашанғы қазба байлықты сатып, мал бағып күн көреміз? Неге бізге завод салмасқа, өндіріс салмасқа? Неге оны сатпасқа? Қазақтар керісінше шетелге шығып жұмыс жасағанша, керісінше шетелден бізге жұмыс жасау үшін келсін. Сондай деңгейге жеткізу арманында бар. Көп адамды толғандыратын мәселе, сенің кірісіңді білдік. Енді шығыныңды есептеп көрейікші өзі. Біз ең бірінші шығын ол үйге төлейтін. Үйдің пәтер ақысы. Ол қанша? Ол бағана айтқандай $1540. 1540 пәтер ақы. 1540-1550 айналасында пәтерге кетеді. Одан $100 жарыққа кетеді. Яғни коммуналдық қызмет. Коммуналдық қызметке кетеді. Содан бір ағам екеумізге $1000 аса тамағымызға кететін шығар. $1000 аса тамаққа жаратамыз. Кейде әр кезде арқылай, сол орташа алып есептесе $1000 аса ағам екеумізге тамаққа кетеді. 2700-дей болды, мен есептеп отырмын. Сонымен телефон бар ма? Мобильный телефон. Айына қанша? Оған біз айына ағам екеуміз $80 төлейміз. $40 адам басына, сонда $80. Бұлай қоса берейік, сосын екіге бөлісіп аламыз. Жақсы. 1700 болған, 1800 дейік. 2800. 2800. Енді көлік бар ғой? Көлік бар, оның страховкасы бар, сақтандыру. Оған біз $160 төлейміз. Сақтандыруға $160. Ай сайын төлейміз. Хонданы қаншаға сатып алдың? Қай жылғы еді? Алғаш көлігім Honda Odyssey, жаңағы 2006 жылғы минивэн.
3,5 литр. Оны $4,200 сатып алдым. Одан екінші көлігім Toyota Camry 40, 2007 жылғы. Оны жаңағыдай құжаттарын рәсімдеумен бірге $3,500 сатып алдым десем болады. Негізі $3,000 сатып алдым. Жаңағы техас моторы бар, құжатты рәсімдеуі, нотариусқа беретіні, сонымен $3,500 жуық ақша шықты. $3,000 деген қая? 1,5 миллион ба? 1,5 миллионға жетпейді та ғой. Мәссаған. Ондай бізде енді 6-7 миллион тұрады ғой. 6-7 миллион тұрады. Honda Odyssey де сол 7 миллион шамасында тұрады. Қандай мүмкіндік? Сонда яғни бұны бір айлығына өзіне алсам болады. Бір айлығына сатып алсам болады. Бір айлығына бір Camry алсам болады. Бір Camry алсам болады, иә. Бір айлығына. Бір айлығына жақсылап жұмыс істесең, бір айлығына бір Camry алсам болады. Иә. Немесе iPhone да сондай, иә? iPhone-ды бір айлығына 2 iPhone алсам болады. Бір ай жұмыс істеп 2 iPhone аласың. 2 ай немесе 3 iPhone алсам болады. 3 iPhone аласың. Сонда $3,000 ғой жобамен. Мүмкін екі адамға $200 плюс минус болады. Иә. Сонда сенің шығының $1,500 болып тұр ғой, жеке өз басыңа. Иә, $1,500 өз басыма шығын. Үнемдесе бұдан да аз нестеуге болады, аз жаратуға болады. Енді мынандай керемет комплексте тұрғаның үшін, енді ол жақсы ақша деп ойлаймын. Өйткені көріп отырсың, бассейн бар. Енді жаңада қалжыңдап айтып жатырмын ғой, адамдар осындай жер үшін Түркияға барып демалуға барады ғой деп. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл енді көп комплекстерде болатын нәрсе, иә? Мысалы, бассейннің болуы, енді көбінесе стандарт нәрсе. Иә, бұл таңғалатын жағдай емес, американдықтар үшін үйреншікті нәрсе. Қазақтардың турнирі міне. Дәурен ұрып жатыр. Бекжан. Бильярдтың ашылуы. Ал, кетті міне. Мына жақта Бекзаттың інілер ойнап отыр, төртеу. Жұмыстың ауырлығы туралы айтшы. Мысалы, көп адамдар ойлайды. Мысалы, саған қазір күніне $240-250 береді. Сен соған татитындай ауыр жұмыс істедің деп ойлайсың ба? Мысалы, өзің қаншалықты ауыр жұмыс? Енді бұлай физикалық тұрғыда қатты ауыр жұмыс жоқ. Біз далада суық күнде немесе ыстық күнде тұрып жұмыс жасамаймыз. Біз заводтың ішінде жұмыс жасаймыз. Жабық. Иә, оның өзі плюс. Жабық, бір қысы жазы бір температура. Сонымен бізде 3 брейк бар. 3 брейк, яғни 3 демалыс уақыты. Бізге 20 минут алғашқы 20 минут бар. Ол уақытта барып демалып аламыз. Тамақ ішеміз бе, су ішеміз бе. Қанша уақыт, қандай уақытта? Мысалы, 7-де кірдің, бірінші демалыс қаншаларда болады? 7 мен 12-нің арасында бірінші демалысқа барсың. 9 мен 12-нің арасында, кешкі 9 мен 12-нің арасында бірінші демалысқа барсаңыз, 20 минуттық демалысқа. Сағат 12 мен сағат түнгі 4-тің арасында 30 минуттық демалысымызға барсақ болады. Сағат 4 мен сағат таңғы 6-ның арасында үшінші демалысымызға 20 минутқа барсақ болады. Сонда біз 1 сағат 10 минут демалыс. Ол 12 сағаттың ішіне кіреді, иә? Иә, 12 сағаттың ішіне кіреді, оның бәрі завод төлейді. Төленетін уақыт. Яғни 12 сағатқа толық ақша аласыңдар, бірақ оның 1 сағаттан астамы демалысқа кетеді, иә. Бірақ физикалық ауыр жұмыс емес, яғни көтеретін жоқ, сүретін жоқ. Тек машинаның жұмысын қадағалап жүретін оператор ғой енді. Әрине, менің түсінгенім, ол конвейер тоқтап қалса, сен енді отырсаң, бүйтіп шемішкеңді шағып ол болмайды. Кімге болса да компанияға шығын. Оны тоқтатпау керек. Сол уақытта бізге ақша төлеп жатыр. Осы қазір көріп отырған Америкаға келгісі келетін артынан ерген інішектерің бар, болмаса үлкен азаматтар бар, жасы 40-50-дегі ағаларымыз бар. Не айтар едің? Осы келсем ба деп ой келген адамдарға. Келем деушілерге әрине айтарым, көріңіздер, келіңіздер, жер көрген, ел көрген дұрыс. Мұнда жаңа нәрселер өте көп, бірақ сәйкесінше түрлі қиындықтарға, сынақтарға дайын болу керек. Отбасы жоқ, жалғыз жігіт болса, қанша ақшамен келген дұрыс деп ойлайсың, ең азы? Және қай қалаға барса дұрыс деп ойлайтын едің сен? Мысалы, ең алғаш келгенде. Сен өзің Нью-Йоркқа барғанын дұрыс деп есептейсің ба? Мына жағдайда мен мысалы, елдің бәрі грин картамен келмейді ғой. Мысалы, грин картасыз келген адамдарға қандай ақыл айтасың? Мына жақта енді бөліп қарайтын мәселелер бар. Егер осындай грин картамен келетін болса, әрине осы қымбат емес, шағын қалаларға дайын болу керек. Осы қазір көріп отырған Америкаға келгісі келетін ағаларымыз бар. Оларға айтарым, келіңіздер, жер көрген, ел көрген дұрыс. Мұнда жаңа нәрселер өте көп, бірақ сәйкесінше түрлі қиындықтарға, сынақтарға дайын болу керек.
барған дұрыс, мигрант аз қалаларға барған дұрыс. Мхм. Ал егер қолында құжаты жоқ, жаңа тур визамен немесе оқу визасымен келетін кісілерге айтарым, ол үлкен қалаларда жұмыс табу мүмкіндігі барынша жоғары, салыстырмалы түрде осы біздің штаттарға алып қарағанда. Себебі онда мигранттар көп, жұмыс берушілер де құжатты талап етпейді, көп жұмыс берушілер. Сондықтан айтарым, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго қалалары, Майами қалаларында меніңше құжатсыз барып жұмыс жасауға болады. Бірақ алғашқы уақытта әрине аз ақшамен келмеген дұрыс. Сақтандыратын көбірек ақша болған өздеріңізге жақсы болады. Неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Мен енді тәуекел етіп келгеннен кейін аяққа тұрып кеттім. Бірақ сіздерге айтарым, барынша қанша ақшаларыңыз бар, барынша бар ақшаларыңызбен, көбірек ақшамен, яғни шамамен 5.000-10 мың доллардың арасында бір адамға болғаны дұрыс, кемінде. Міне бильярд ойнайтын қыздар келді. Қанша оқисың сен? 3-ші класс. Ай, бәрекелді. Міне Мәкеңнің қызы келді, міне 3-ші класс. Осында оқисың, мектепте? Сенші? Садикке бара ма бұл қыз? Бәрекелді, міне сұлу қыздар. Сен істейтін жерде өзіңнен басқа қазақтар, орыстар бар ма? Әрине бар. Заводта шамамен 100 шақты адам жұмыс жасаса, соның 4-тен бірі, 25-ке жуық қазақ жұмыс жасайды. Мәссаған. Ол жақта жаңа айтқан себебім де сол, ағылшынша деңгейім анау айтқандай дамып жатқан жоқ. Ол жақта қазақша сөйлесесің. ТМД елдерінен келген орыстар бар, украиндықтар, белорустар бар. Олармен сөйлесеміз. Яғни бұл жерде қазақтар сонда бірін-бірі тартып осы жұмыста саны көбейіп жатыр ма? Жоқ әлде әркім өзі келіп жаңағы объявлениемен дейді ғой, жарнамамен тауып ала ма? Өзі қалай? Шын айтқанда қазақтар бірін-бірі тартып, бірін естіп, осы жаққа орналасып жатыр жұмысқа. Көп азаматтар, Қазақстан азаматтары осы жаққа келіп, ең алғаш осы жұмысқа орналасып, өмірін солай бастап жатыр. Аяққа тұрғанша осы заводта жұмыс жасайды. Себебі не? Неге адамдар осы заводқа кіреді? Себебі көбісі тіл білмейді. Біздің завод ағылшын тілін талап етпейді. Талап етпейді. Оператор болғаннан кейін ағылшын тілінің күнделікті қажеті жоқ. Қажет жоқ. Яғни жұмысыңды білсең болды. Жұмысыңды білсең болды. Жұмысқа қабылданғанда инструкцияны қазақтар қазақша түсіндіре салады, немесе орысша айтып бере салады. Орысша айтып береді, немесе қазақша түсіндіреді, дәл солай. Сонымен ана тіліміздің осы жерде рөлі жүріп тұр екен. Рөл жүріп тұр, рөл ойнап отыр. Керемет. Яғни Қазақстанда да көп сөйлемей жүрген қазақ тілі мына жақта жақсы қолданып жатыр екенсіңдер ғой, заводта. Солай айтсақ болады. Керемет, керемет. Енді Бекзат, көп уақытыңды алмайын. Жалпы сені көріп отырған туған туыстарың бар, іні қарындастарың бар. Не айтасың? Жалпы өзің не айтқың келеді? Қазақ еліне қандай сәлемің бар? Қазақ еліне, барша қазақ еліне, көріп отқан көрермендердің, оқырмандарға сәлемін жолдаймын. Көргендеріңізге рахмет. Айбек ағаның каналына жазылып, өз үлестеріңізді қосып, комментарий, пікірлер қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Рахмет. Себебі сіздер лайк басқан сайын, яғни активность өскен сайын, бұл видеоларда басқа қазақтардың көруіне себепші етесіздер. Көріңіздер, келіңіздер, өмір көрген, ел көрген, жер көрген. Шын айтсам, өкінетін нәрсе емес. Қорықпаңыздар ең бастысы. Дәл артымызда тұрған package locker room, яғни мұнда біздің хаттар келеді. Амазоннан немесе басқа да бір сайттардан тапсырыс берген заттарымыз келеді. Міне қарасаңыздар, мұнда сәлемдемелер шашылып жатыр. Осылай қойып кетеді, ешкім тиіспейді. Маған осындай нелер кетті, хаттар. Газеттер келуі мүмкін, немесе жарнамалар келуі мүмкін. Керегі бар, керек емес бар. Әркімнің кілті бар, өзі. Керегін өзімізге алып, керек емес лақтырып жүрміз, міне осылай. Осындай керемет сұхбат болды, Бекзат. Алла разы болсын. Көп-көп саған рахмет. Мынау істеп жатқан ісіңе Алла береке берсін. Мынау үлкен арман, мақсаттар айтып отырсың ғой, енді осы қазақ еліне қызмет етсем, осы жақтан капитал жинап барып қазақ еліне салсам, яғни бұл жерде тағы да бір нәрсе бар. Мысалы, көп жағдайда адамдар енді Қазақстанда тапқан ақшасын сыртқа жұмсауға тырысады ғой, енді қалталы азаматтар, олардың бала шағасы деп айтсақ, енді ешкімге тіліміз тиіп кетпейтін шығар.
бірақ міне Бекзат сияқты осы сыртта жүрген азаматтар бұлар керісінше мынау бай мемлекеттің ақшасын Қазақстанға кіргізіп, Қазақстанның экономикасын дамытпақшы. Сен сияқты жастар, сен сияқты азаматтар көбейе берсін. Сен сияқты ойлы, яғни білімді қазақ жігіттері барда, қазақ елі гүлдейді, дамиды деп ойлаймын. Тек қана жақсылық болсын. Ал енді Шақырғаныңызға рахмет. сұхбатыңа көп-көп рахмет. Рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.